әдемі білесіңдер не бар еді свинка Пеппа білесіңдер. Қыздар, сәлем. Сәлем достар. Сіздермен бүгін не көргем және де әдемі. Біз бүгін бәрі көрген, ұнатқан свинка Пеппаны сол туралы айтатын боламыз достар. Ол достар мен жүреді, ата-аналар мен жүреді, көресіздер ғой. Балшықта секіреді, достарымен бірге ойнайды. Соны бүгін айтатын боламыз. Достар, біз бар ғой, әдемі екеуміз телефон көріп отырып, свинка Пеппаны қорқынышты нәрселер жазылған көргенбіз. Ол жерде свинка Пеппаны қорқынышты нәрселері сол туралы айтатын боламыз. Соңына дейін көріңіздер. Лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Кейбір аңыздарда Пеппа қарапайым шошқа емес. Бұл мультфильм бір отбасының қайғылы оқиғасынан кейін пайда болған. Бірде Пеппа есімді кішкентай қыз ауырып қалады. Дәрігерлер оның жазылмайтынын айтады. Отбасы қатты күйзеліске түсіп, әкесі қызын қуантайын деп оған арнап сурет салып, әңгімелер ойлап табады. Осылайша Пеппа шошқа туылады. Бірақ өкінішке қарай Пеппа көп ұзамай қайтыс болады. Ал оның әкесі сол қайғыдан арыла алмай, оның бейнесін жалғастыру үшін мультфильм жасап шығарған делінеді. Байқадың ба, бұлттар мен күн үнемі жымиып тұрады. Бірақ олардың бет жүздері өте ұқсас. Тіпті кейде түсініксіз бір эмоциямен қарап тұрады. Кей көрермендер бұны Пеппаның армандап жатқан сәттері деп атайды. Яғни, бұлттар мен күн оның қиялындағы әлем. Мультфильмде барлық кейіпкерлердің көзі бір жағына ғана бағытталып тұрады. Бұл да қалыпты анимация емес. Бұл кейбіреулердің айтуынша жалғыздық пен шектеулі әлемнің белгісі деп айтады. Интернетте кейде жоғалған эпизодтар туралы айтады. Бір видеода Пеппа айқайлап жылайды, дыбысы бұрмаланған. Ешкім оны жұбатпайды, үстінен қара бұлт айналып жүреді. Фон қап-қара, ал сөздер естілуі қиын. Кей адамдар осыны көріп, түнде қорқып шыққан. Мұндай сериялар ресми түрде жоқ, бірақ кейбір қолданушылар бұл эпизод YouTube'да қысқа уақытқа шықты, кейін өшірілді дейді. Мысалы, әр кейіпкерлер бір психологиялық проблема сияқты. Пеппаны алсақ, гиперактивті, ашуға тез беріледі. Джордж үндемейтін, қорқақ. Мама мен папа шошқа үнемі шаршаған, ашулы болып жүреді. Кей көрермендер мұны шынайы отбасыдағы эмоциялық күйзелістер деп есептейді. Яғни бұл тек көңілді шоу емес. Кейбір психологтар кішкентай балалар Пеппаны көріп, оның агрессиясына еліктеп кетуі мүмкін екенін ескертеді. Пеппа жиі ата-анасына қарсы шығады, інісіне бұйрық береді, бір нәрсеге тез ренжіп, жылап қалады. Бұның әсерінен кейбір ата-аналар байқағанда. Мама, сіз жаңа айтқандардың бәрінен свинка Пеппа көргім келмей қалды. Қорқынышты, шынымен де негізі көрсеңізші қорқынышты екен ғой. Я соңғы мама біз әп-әйбат көріп жүретік қой, не үшін? Мен тиктоктан байқағаным шу, терезеден свинка Пеппа өсіп қарап тұратын. Өсіп терезеден. Я? Сондай бар достар.
Ал достар, сіздер свинка Пеппа қорқынышты ма, қорқынышты емес па? Или ол жай адамдар қызық көріп айтып жүр ма? Қалай ойлайсыздар? Ал енді достар, осы видеода кездескенше. Ал достар, келесі видеода кездескенше сау